Саламатсыздар ма, құрметті білім алушылар. Біз бүгінгі сабағымыз қылмыстық құқық жалпы бөлім пәні бойынша сабағымызды жалғастырамыз. Мен Дулатов Ықылас Дулатович есімім, заң ғылымдарының кандидатымын. Болашақ университетінде жалпы білім беру және де құқық кафедрасында аға оқытушымын. Бүгінгі біздің тақырыбымыз мінекей біз жаңағыдай осы қылмыстық құқық пәні бойынша қылмыстың субъективтік жағы тақырыбын өткен болатынбыз өткен сабағымызда. Соның ішінде біз қылмыстың субъективтік жағында қасақаналық қылмыстық кодексте жаңағыдай қасақаналық қылмыстар жайлы талдап кеттік. Енді бүгінгі біздің сабағымыз осы жаңа қылмыстың субъективтік жағындағы күнәнің екінші бір түрін абайсыздық туралы талдап кетейік деп тұрмыз. Абайсыздық демек. Абайсыздық. Осы жаңағыдай қасақана жасалған қылмыстар болады, абайсызда жасалған қылмыстар болады. Абайсызда жасалған қылмыстар бойынша түсінік қылмыстық кодекстің 21 бабында көрсетіледі. Кешіріңіздер, рұқсат етіңіздер. Мен білім алушыларымызға үнемі көрсетіп отырамын, студенттерге әдейілеп тұрып, қылмыстық кодексті бүйтіп жаңағыдай көрсетемін. Жаңағыдай үнемі осы кодекспен жұмыс істеп отыруымыз керек біз өйткені. Біз ешқашанда жаңағыдай кез келген қылмыстарды саралаған кезде, тақырыптарды қылмысқа байланысты, заңға байланысты тақырыптарды талдаған кезде абстрактылы, болмаса жаңағыдай шамалап, я болмаса жаңағыдай өзінің бір ойлы жүйемен ойлап шешім қабылдай салуымызға болмайды. Біздің барлық жаңағыдай шешімдеріміз, барлық жаңағыдай айтатын сараптамаларымыз, сарауларымыз міндетті түрде нормативтік актілерге сәйкес жүзеге асу керек. Демек, бұл жерде қылмыстық кодексте 21 бап. Абайсызда жасалған қылмыстарға қандай қылмыстар жатады? Егер де қылмыстық әрекет жасаған адам өзінің тарапынан менмендік білдіретін болса, болмаса немқұрайлылық білдіретін болса, ұқыпсыздық жасайтын болса, жауапсыздық жасайтын болса өзінің тарапынан, я болмаса қандай да бір жаңағыдай мән-жайларға өзі жаңағыдай сақтық білдірмейтін болса, зардап пен зиян келіп қалуын біледі, болжап білу керек. Бірақ саналы түрде соған жол беретін болса, мінекей осындай әрекеттерді біз қылмыстық әрекет абайсыздықпен жасалған деп айтамыз. Абайсыздықпен жасалған деп айтамыз. Абайсыздықпен жасалған қылмыстар менмендікпен жасалады, немесе немқұрайлылықпен жасалады. Менмендікпен жасалған абайсыздықтарда қылмыстық әрекет жасаған күнәлі адам өзінің тарапынан жаңағыдай қандай да бір зардап пен зиян болатын біледі өзінің тарапынан, бірақ оның жаңағыдай зардап пен зиян болуын тілемейді. Тілеу жоқ бұл жерде. Демек, бұл абайсызда жасалған әрекет. Бірақ саналы түрде соған жол беріп қояды. Және де соны болдырмаймын деп өзіне өзі сенгіштік танытады. Демек, менмендікте басым бір айта кететін нәрсе ол сенгіштік. Адамның өзіне өзі сенгіштігі. Бұған мысал келтіріп кетейік енді. Мынау жаңағыдай 10 жылдай көлемінде жүргізушілік куәлігі бар азамат Антонов тек жаңағыдай автомобильге отырып қатты жылдамдықпен жүріп келе жатады. Жолда әрине кездеседі, жол жүру ережесі бойынша жаңағыдай 60 км жылдамдықтан асыруға болмайды деген жаңағыдай белгі кездеседі. Бірақ сонда да сол белгілерге жаңағыдай қарамай, көре тұра жылдамдықты төмендетпейді. 120 км/сағат жылдамдықпенен автомобильмен жүріп келе жатады жаңағыдай қаланың ішінде. Қаланың жаңағыдай ортасы емес, шеткі жағында делік. Жолдың бойында. Енді осы жерде жаңағыдай кенеттен бір жаңағыдай адам өтіп бара жатады. Бір кәрия адам жолды кесіп өтіп бара жатады. Әрине ол жерде ол адам әрине жаңағыдай бүйтіп жол өтетін жер емес, жолаушылар өтетін жер емес, сөйтсе дағыда өтіп бара жатқан адамды көріп қалған Антонов автомобильдің тежегішін басады. Әйтсе дағыда жаңағыдай тежегішін басса да қанша жылдамдықпен келе жатқан автомобиль бірден тоқтап қалмайды ғой. Ол сырғып барып жаңағыдай тоқтады. Адамды соғып, жаңағыдай ауыр дене жарақатын салып қойды. Және де бұл жерде әрине жол апаты оқиғасы пайда болды осы жерде. Енді аталған факті бойынша
Антоновтың әрекетін қасақаналықпен жасалған деп айтуға болмайды. Неге? Өйткені жүргізуші бұл жерде өзі автомобильмен келе жатып біреуді қақса екен, бір адамды өлтірсе екен, дене жарақатын салса екен дегендей қасақаналық ой жоқ ешқандай. Ал енді мен ол енді жүргізуші ойлайды әрине. Мен осындай үлкен жылдамдықпен келе жатырмын, бірақ тежегішті басып кез келген уақытта автомобильді тоқтата аламын. Ешкімді қағып кетпеймін, ешкімді жаңағыдай ешқайда бұрылып кетпеймін. Өзім жаңағыдай өзінің өтіліне автомобильді 10 жылда жүргізіп келе жатқан адаммын деп өзіне өзі сенгіштік танытады неке осы жерде. Осы сенгіштіктен қатты жылдамдықпен келе жатқан жаңа Антонов. Демек, осы жүргізушінің әрекетін қылмыстық жауапқа тарту барысында абайсызда менмендікпен болған жаңағыдай абайсызда менмендікпен болған ауыр дене жарақатын салу дейміз біз осы жерде. Енді біз ескеріп кетейік, неге немқұрайды емес деген сұрақ туындайды ғой. Немқұрайды өйткені автомобильмен келе жатқан кезде жол белгісін көрді, 60-тан асыруға болмайды, бірақ жүре берді. Жол белгісіне немқұрайдылық танытқан жоқ екен жүргізуші деген сұрақ туындайды ғой. Бұл жерде әрине ескеру керек. Бірінші тарапта жүргізушінің тарапынан әрекет бұл жерде сенгіштік пайда болып тұр, өзіне өзі сенгіштік, менмендік пайда болып тұр. Кез келген уақытта бір жағында жолаушы шыға келсе, автомобиль шыға келсе, алдынан қандай да бір кедергі шыға келсе, жол апатын болдырмаймын дегендей сенгіштік өзіне өзі. Ал немқұрайдылық бұл жерде жаңағыдай басқа жаңағыдай мағлұматтардан, басқа мысалдардан қазір талдап кете аламыз. Енді немқұрайлықпен жасалған абайсыздық дейік. Немқұрайлықпен жасалған абайсыздық. Немқұрайлықпен жасалған абайсыздықтарға бірден бір жаңа қылмыстық кодекстің 21-ші бабында көрсетілгендей жаңағыдай, егер азамат кез келген адам, қылмыстық әрекет жасаған адам өзінің тарапынан әрекетінде сақтық білдірмесе, жауаптылық білдірмесе, сақтық жоқ, жауапсыздық әрекетін жүзеге асырса, жауапсыздық білдірсе, немқұрайдылық білдірсе, өзінің тиісті міндетін тиісті дәрежеде атқармаса, тиісті өзі атқаратын нәрсені жүзеге асырмаса, өзінің жалпылай тиісті міндеттерді жүзеге асыру керек, бірақ соны атқармағандықтан қандай да бір зардап пен зиян келетінін біле тұра, соған немқұрайды қарайтын болса, жауапсыз қарайтын болса, осы жерде жаңағыдай немқұрайдылықпен жасалған абайсыздық әрекеті бар деп айта аламыз. Бұған енді біз қылмыстарды талдайтын болсақ, заңсыз жаңағыдай ұқыпсыз жаңағыдай мылтығын сақтауды келтіре аламыз бұл жерде жаңағыдай. Ұқыпсыз жаңағыдай өрт қауіпсіздігін сақтау ережесін сақтамауды айта аламыз. Егер де қараңыз, бұл жерде айта кетуіміз керек, біз қандай да бір жаңағыдай өрт қауіпсіздігін сақтау ережесі жүзеге аспайтын болса, бір мекеменің басшысы дейді жаңағыдай, болмаса сол өрт қауіпсіздігін сақтау ережесін орындайтын, соны талап ететін лауазымды адам, жауапты адам өзінің тарапынан өрт қауіпсіздігін сақтау ережесін басқа адамдардан талап етпесе, оны жүзеге асырмаса, оған талаптарға сәйкес тиісті жұмыстарды жүзеге асырмаса, мінекей жағында күндердің күнде біледі ол адам. Егер қазір талаптар орындалмаса, өрт шығып кеткен жағдайда жаңағыдай ертеңгісін үлкен жаңағы осы сақтықпенен немқұрайдылықтың салдарынан үлкен бір зардаптың зиян келетінін, бірақ соған саналы түрде жол береді. Оған немқұрайды және де жауапсыздықпен қарайды басқанда. Сол секілді атыс қаруын, аңшы мылтығы бар, кез келген жаңағыдай қару-жарақтарды үйінде болсын, қызмет орнында болсын, тіпті мынау атыс қарулары, жарылғыш заттарды сақтайтын қойма болсын, сақтау ережелерін жаңағыдай жүзеге асырмау, орындамау. Демек, атыс қаруларын сақтау ережесін немқұрайдылықпен орындау деген сөз, немқұрайдылық білдіру әрекеттерді жаңағы абайсыздықпен жасалған қылмыстардың қатарына жатады. Осы жерде енді қылмыстық кодексте мен біраз үзінділер жасап алып келдім сабағымызға орай. Бұл жерде рұқсат етсеңіздер, мен қысқаша ғана бір шолу жасап кетейін деп тұрмын. Мысалы үшін қылмыстық кодексте 104-ші бап бар, абайсызда қазаға ұшырату дейді. Абайсызда қазаға ұшырату деп көрсетілген жаңағыдай диспозицияның ішінде. Демек, адамды жаңағыдай қасақана адам өлтіру деген қылмыс бар, 99-ші бап.
және де абайсызда адам өлтіру деген қылмыс бар. Абайсызда адам өлтіру. Демек, көрдіңіз бе, адамды бір өлтірсем екен, өміріне қауіп төндірсем екен деген мақсат тілеу болған жоқ. Бірақ жаңағыдай немқұрайлылықтың салдарынан болмаса менмендікпен адам өліп кетті деп жерде. Бұған енді мысал келтіріп кетейік, қысқаша ғана. Бір жаңағыдай былай болды делік. Бір ауылдық жерде өзеннің жағасында жаңағыдай бір қайықшы жаңағыдай екінші жағы дейінгі жаңағыдай заттар тасып жүрген болатын, адамдар тасып жүрді делік. Жазғы уақытта. Соған енді қайығы бірақ 5 адамнан артық, 4 адамнан артық көтермейді, кішкентай ғана шағын қайық. Бірақ жалпылай осы жерде жаңағыдай қайықтың иесі бар, сонымен тағы да бір оның жанына 4 адам келе қалады. Өзеннің арғы жағасына жаңағыдай өту керек деп өтініш жасайды. Арғы жағасына өту керек деп жаңағыдай өтініш жасап, оның өтінішінің орындалуын тіпті сондай бір жаңағыдай бір өте бір талап қоя бастайды, тіпті өтпесек болмайды деген сияқты. Енді бұл жерде қайықтың иесі біліп тұр. Қайықтың иесі біліп тұр. 3 адам қайыққа сияды, 4 адам сияды, бірақ салмақ деген бар ғой. Салмағынан жаңағыдай көтере алмаған жерде қайық аударылып кетуі мүмкін екенін. Әйтсе де соны ескере отырып, біле отыра қайықтың иесі көне салады, келіседі жаңағыдай. 4 адам қайыққа отырғаннан кейін, енді қайық аударылып қалмайтын шығар, өтетін шығармыз. Ешқандай толқын жоқ, жаймашы уақыт күн ғой деп ойлайды жаңағыдай қайықтың иесі. Сөйтіп, бүйтіп жаңағыдай қайыққа адамдарды отырғызып, судың өзеннің ортасына келген кезде кенеттен толқын пайда болып, қайық аударылып кетті. Сондай енді ішінде 4 адамның біреуісі жүзе алмайтындықтан суға батып кетті. Ешқайсысы да оны құтқарып алып қалмады. Мінекей, осы жерде біз қайықтың иесінің тарапынан абайсызда адам өлтіруді байқап тұрмыз. Қасақаналықпенен осы адамды өлтірсем екен деген ой болған жоқ. Ал енді жалпылай, бірақ абайсызда адам өлтіру фактісі бар бұл жерде жағдай. Неге? Өйткені қайықтың иесі біліп тұрды, көріп тұрды. Қандай да бір зардап пен зиян келмей қалмайды емес. 4-5 адамды қайық көтере алмайды. Сәл толқын болып қалса, қайық аударылып кетеді. Бірақ соған жаңағыдай өзіне-өзі сенгіштікпен, менмендікпен жүзеге асырды. Бұл жерде тіпті немқұрайлылық та бар деп айтсам болады. Өйткені жауаптылық, бұл жерде жаңағыдай жауаптылық орын алмады. Жаңағы қайықтың иесінің тарапынан егер сақтықты, жауаптылықты ойлаған жағдайда қайық иесі жаңағыдай 4 адамды қайыққа отырғызбауға тиісті еді. Мінекей, осы жерде біз тағы да, мен енді қылмыстық кодекстен 2 мысал келтіріп кеткім келіп тұр. Қылмыстық кодексте 289 бап бар, атыс қаруын ұқыпсыз сақтау. Атыс қаруын ұқыпсыз сақтауда былай деп көрсетеді, диспозиция атыс қаруын басқа адамның пайдалану үшін жағдай туғызып, оны ұқыпсыз сақтау бұл адамның өліміне немесе өзге ауыр зардаптарға әкеп соқса деп көрсетеді. Енді бұл жерде атыс қаруын ұқыпсыз сақтау. Демек, ұқыпсыз сақтау қалай? Атыс қаруларды негізінде сақтаудың арнайы өзінің бір ережесі болады жалпылай. Тапаншалар болсын, жарылғыш заттар болсын, аңшы мылтықтары болсын, кез келген атыс қаруларын сақтаудың ережесі бар. Олар қоймаларда сақталады жаңағы қарулар. Я болмаса жеке бір адамның бір аңшы мылтығы болатын болғанның өзінде де оны сақтаудың арнайы бір ережесі көрсетілген заңнама бойынша. Неге ұқыпсыз сақтау салдарынан адам өліміне әкеп соғуы мүмкін. Болмаса қандай дене жарақаттарын салып алуы мүмкін. Егер де жаңағыдай үйде аңшы мылтығы жерде жататын болса, бір жаңағыдай жасөспірім балалар құстарды атамыз деп алып шықты делік. Еттен сөйтіп жүрген кезде атып жүріп жаңағыдай басып бір-бірін жарақаттап алды дейік жаңағыдай. Осы жерде де атыс қаруын ұқыпсыз сақтауға жатқызуға болады. Неге? Өйткені қарудың иесі жаңағыдай өйтіп немқұрайлылықпенен өзінің жалпылай қаруды кез келген жерде әр жерде қатырып кетуіне, тастап кетуіне қатаң жаңағыдай тыйым салынған жерде.
Келесі бір жаңды бір бапты талдап кетсем, сонымен арғы сабағымды қорытындылап келе жатырмын. Құрметті білім алушылар. 292 бап, жаңа алдымыз айтқандай, өрт қауіпсіздік талаптарын бұзу. Өрт қауіпсіздік талаптарын сақтауға жауапты адамның оларды бұзуы абайсыз адамның денсаулығына ауырлық орташа зияндарға әкеліп соқса дейді. Үш жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыруға жазаланады. Осы жерде де біз байқап отырмыз, өрт қауіпсіздік талаптарын бұзу алдында да біз мысал келтіріп кеттік. Бір жауапты адам, лауазымды адам жаңағыдай өзінің тарапынан өрт қауіпсіздік ережелерін сақтамаса, басқа адамдардың талап етпесе, бұл да абайсызда адам өліміне, әртүрлі жаңағыдай дене жарақаттарға, зардаптарға келіп соқтырады депті. Бұл жерде де жаңағыдай біз бірақ сұрақ қойықшы өзімізге. Өрт қауіпсіздігін жаңағыдай талаптарын бұзу абайсызда жүзеге асқанмен де менмендікпен жүзеге асырылады ма екен, болмаса жаңағы немқұрайлылықпен жасалған қылмыстар болып санала ма екен деген сұрақ қойық. Әрине бұл жерде менмендікпен жасалған абайсыздық деп біз ешқалай айта алмаймыз. Ол әрине қисынсыз болады ондай пікір. Бұл жерде қылмыстық әрекет абайсызда немқұрайлылықпен жүзеге асырылған болып саналады. Абайсызда немқұрайлылықпен неге? Өйткені өрт қауіпсіздігі жаңағыдай талаптарын бұзу, бірінші тарапта өрт қауіпсіздігі талаптары ол кез келген мекемеде қандай да бірінші мекеменің басшысына және де соған өрт қауіпсіздігі талаптарын орындауды талап ететін бір жауапты адамға жүктеледі, ресми бұйрықпенен, келісімшарт бойынша. Және де осы жауапты адамдар, аталған жауапты адамдар осы өрт қауіпсіздігі талаптарын орындауға өздері де және басқа да адамдарда орындауын талап етіп отыруға тиісті. Азаматтық қорғаныс туралы заңда көрсетілгендей, егер де жаңағыдай өрт қауіпсіздігі талаптарының ережелерін бұзған лауазымды адамдар, жеке азаматтар заңда көрсетілгендей жауаптылыққа келіп соқтырады деген. Бұл жерде де енді тек қана лауазымды адамдар емес, жеке азаматтарда болуы мүмкін әрине. Тиісті талаптарды орындау керек, бірақ ол өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзған жағдайда. Қалай болғанның өзінде де қылмыстық әрекет жасаған адам, мейлі лауазымды адам болсын, мемлекеттік қызметші болсын, кәсіпкер болсын, бұл жерде жаңағыдай жеке азаматтар болсын, ол жаңағыдай адамдар әрине жаңағыдай осы әрекеттері абайсызда немқұрайлылықпен жасаған қылмыс болып саналады, әрине абайсызда немқұрайлылықпен. Өйткені жауапсыздық, сақтық шаралары қолданылмаған, жауапсыздық, қызметін тиісті дәрежеде орындамау, тіпті болмаса мүлдем орындамау деген сияқты әрекеттер осындай салдарларға келіп соқтырады, зардап салдарларға. Енді мен осы жерде бір кішкентай қорытындылап айтып кеткім келіп тұр. Мысалы үшін осы 292 бап бойынша өрт қауіпсіздігі талаптарын бұзуда жаза, негізгі жаза ретінде 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетіледі. Бірінші бөлігінде 3 жылға дейінгі мерзімде. Қылмыс санаттары бойынша біз айтқанбыз, егер қасақана жасалған әрекет үшін бас бостандығынан айыру жазасы 2 жылдан аспаса, онда ол жағында кішігірім ауырлықтағы онша ауыр емес қылмыс болып саналады деп. Ал енді абайсызда қылмыстарда егер де 5 жылдан аспайтын болса, бас бостандығынан айыру жазасы 5 жылдан аспайтын болса, онда жағында онша ауыр емес қылмыс болып саналады. Егер жағында абайсызда жасалған қылмыстар бойынша бас бостандығынан айыру жазасы 5 жылдан асып кететін болса, онда орташа ауырлықтағы қылмыс болып саналады. Бұл абайсыздықпен жасалған қылмыстарда ауыр қылмыс, аса ауыр қылмыс деген мағлұматтар, ұғымдар жоқ. 5 жылдан асқан жағдайдың өзінде мінекей мейлі тіпті 10 жыл, 15 жыл көрсетілсе де, абайсыздықпен жасалған қылмыстар бойынша 15 жыл бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілсе де, ол ауырлығы орташа қылмыс болып сараланып кетеді. Мінекей осы жерде жаңағы 3 жылға дейінгі мерзімге бас бостандығынан айыру жазасы көрсетілгендіктен біз бұл қылмысты онша ауыр емес қылмыстың қатарына саралап тұрмыз. Неге? Өйткені жаңағыдай қылмыс санаттары бойынша 11-ші бап бойынша егер абайсызда жасалған қылмыстар бойынша бас бостандығынан айыру жазасы 5 жылдан аспайтын болса, онда онша ауыр емес қылмыстардың қатарына жатады деп. Құрметті білім алушылар, бүгінгі сабағымды аяқтадым. Жалпылай мен негізінде келесі сабағымда
тағы да талдап кететін боламын. Осы абайсыздық қылмыстарын бұнымен біз осы сабақты аяқтап қоя алмаймыз. Жалпы қылмыстық кодекс бойынша 55 бап абайсыздықпен жасалған қылмыстар, 55 бап демек 55 қылмыс абайсыздықпен жасалған қылмыстар болып саналады қылмыстық кодекс бойынша. Біз енді ол 55 баптың барлығын талдап кете алмаймыз, бірақ кейбір баптарына келесі сабағымызда тоқтап талдап кетеміз. Үйге тапсырма қылмыстық кодексте 21 бапты оқып талдау керек. Және де осы қылмыстық кодексте 292, 290, 291, 292 баптарды талдап, абайсыздықпен жасалған қылмыстардың қалай ол, қандай әрекетпен жасалған, неге ол абайсыздықпен жасалған қылмыстар болып тұр екен, осыған мұқият тиянақты зер салып талдап кетейік. Көп рахмет сіздерге.